етті асқанда сорпа неге ағарып кетеді? Байқасаңыздар, парақшамда үнемі ұлттық тағам етті асып оқырмандарымның сілекейін шұбыртатын әдетім бар. Қайтейін, өзім солай етті сүрлеп тұрып асқанды ұнатамын. Біздер ет тастамаймыз, сүрлейміз. Енді оның дәмі бөлек болады. Тіпті әлемдік керемет кухняларыңызда оның қасында ойнамай қалады. Тіпті қойдың құйрық майына дейін сүрлеп асқанды ұнатамын. Бейне бір бал жегендей боласың. Әрине жастар мұның рахатын түсінбес. Алайда 30 жастан былай қазір табиғи өнімнің қадірін біліп құрметі артып келеді. Айтайын дегенім, сол сүретті асқан сорпам неге тұнық болмайды? Осы орайда кей оқырмандарым етті қатты қайнатып сорпасын құстырып жібердіңіз деп кінәлап жатады. Не десе де сүрлеген жылқы етінің сорпасы мейлі 40 градус, мейлі 100 градуста қайнатсаң да ағарып кетеді. Оны батыстық келіндер жақсы біледі. Ал керісінше түйе мен сиыр еттерін мейлі сүрле бассаң да сорпасы мөлдіреп әдемі шығады. Одан кейін сүр емес балғын еттің сорпасы да тұнық болады. Алайда мен 4 түліктің етін араластырып асамын. Сол үшін көбіне сорпа ағарып кетеді. Міне солай, осымен көптің көкейінде жүрген сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Егер күмәніңіз болса, жылқы етін 1 жыл сүрлеп асып көріңіз, сонда өзіңіз түсінесіз.